Ёб твою мать! Қарағандыда жантүршігерлік жол апаты болды. Көлік қозғалысы жанданған көшеде Lexus машинасы жоғары жылдамдықпен ұшып келіп жеңіл көлікке соқтығысқан, артынша тағы бесеуіне келіп соққан. Апат салдарынан 40 жастағы Nissan жүргізушісі қаза тапты. Оның жанында болған жүкті әйелі жарақат алып ауруханаға жеткізілген. Бұл сәт түсіп қалған видео әлеуметтік желіде тарады. Куәгерлер мен желі қолданушылары оқиғаның түрлі нұсқаларын ұсынып жатыр. Бірі 55 жастағы жүргізушінің жағдайы нашарлап кеткен болуы мүмкін деп санаса, екіншілері рөлдегі азамат ащы суға сылқия тойып алған деген пікірде. Алайда мұндай сыбыстарды құзырлы органдағылар ресми түрде растамады. Сақшылар оқиғаға қатысы бар деген күдікпен аймаққа белгілі кәсіпкердің ұсталғанын хабарлады. Ол изоляторға қамалды. 55-летний водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на улице Амажол города Караганды, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, водитель автомашины Lexus нарушил скоростной режим. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. В настоящее время проводится досудебное расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.